Сәлеметсіздер. Бауыржан Момышұлы атындағы номер 45 қазақ классикалық гимназиясының тарих пәні мұғалімі Мұқадас Анар Мұқадасқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сақтар туралы тарихи мәліметтер. Сабақтың мақсаты картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету. Бүгінгі сабақта сіздердің үйренетіндеріңіз сақтар жайлы дерек көздерімен танысасыздар және сақ тайпаларының орналасқан жерін картадан көрсете аласыздар. Балалар, сіздерге алдын ала осы сақ тақырыбымен танысу тапсырмасы берілген және бейне жазба берілген болатын. Сол бейне жазбада алған мәліметтер бойынша сақ тайпаларының ержүрек болғандығын, олардың даңқы әлемге тарағандығын және де ертеректе біздің елімізді қорғаған тек қана батырлар емес, сонымен қатар әйел патшайымдардың болғанын білдіңіздер. Яғни сақ тайпаларында Томирис, Зарина есімді даңқы бүкіл әлемге асқақтаған патшайымдар болған. Ал енді осындай қызықты мәліметтермен сіздер таныстыңыздар. Осы алған білімдеріңізді пайдалана отырып, келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: сақтар туралы дерек көздер нешеге бөлінеді? Алдымен тапсырманы орындамастан бұрын дискурсивке назар аударыңыздар. Біріншіден, сіздер сақтар туралы тарихи мәліметтерді анықтайсыздар және сол деректерге, тарихи деректерге мысал келтіресіздер. Ал енді балалар, дұрыс жауабын тексерейік. Сақтар жайлы дерек көздер екі топқа бөлінеді. Жазбаша деректер, жалпы сақтар туралы жазбаша деректер грек, парсы жазба деректерінде көп сақталған. Гректің тарих атасы Геродоттың тарих атты еңбегі және де парсы патшасы бірінші Дарийдің бұйрығымен жазылған Эхистун жазбалары жазбаша деректерге нақты дәлел бола алады. Келесі заттай деректер, ол сақтардан қалған археологиялық ескерткіштер, жерлеу орындары, қорғандар. 1969 және 70 жылдары сақтардың ұлы мұрасы алтын адам ескерткіші есік қорынан табылған болатын. Осы сияқты сақтардан табылған көптеген археологиялық ескерткіштер сақтар туралы заттай дерекке дәлел бола алады. Сіздерде де осындай дұрыс жауап шықты деп ойлаймын. Келесі тапсырма, ол сақтардың осы сақтар туралы тарихи мәліметтер бойынша біз сақтарды көрші жатқан елдерді әртүрлі атаумен атағанын білдік. Яғни, мына тапсырмада сіздер сақ атауларын мағыналарымен сәйкестендірулеріңіз қажет. Дискреттерге назар аударыңыздар. Біріншіден, гректер сақтарды қалай атағанын анықтайсыздар, парсылар сақтарды қалай атағанын анықтайсыздар және ирандықтар сақтарды қалай атағанын анықтайсыздар. Ал енді балалар, дұрыс жауаппен тексерейік. Гректер сақтарды азиялық скифтер деп атаған, парсылар сақтарды құдіретті еркектер деп атаған және ирандықтар сақтарды жүйрік атты турлар деп атаған. Сіздерде де осындай дұрыс жауап шықты деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма картамен жұмыс. Сақ тайпаларының ертедегі темір дәуір кезеңдегі орналасуын көрсетуіміз қажет. Яғни, осы деректер бойынша, парсы деректері бойынша сақтар мекендеген жеріне байланысты үш топқа бөлінеді. Ол сақ Тиграхауда, сақ Парадарая және сақ Хаумавада. Осы тайпалардың орналасқан жерін картадан көрсетулеріңіз қажет. Енді дұрыс жауаппен тексерейік. Сақ Тиграхауда тайпалары, бұлар негізінен Жетісу жері мен Сырдарияның төменгі ағысын мекендеген шошақ бөрікті сақ тайпалары. Сақ Парадарая, бұл парсы деректерінде Парадарая деген сөздің өзі теңіздің ар жағында деген мағынаны білдіреді. Яғни, Арал теңізінің бойын мекендеген тайпалар Парадарая тайпалары. Келесі тайпа, бұл Хаума сусынын дайындаған тайпалар. Бұлар қазіргі Түркменстан жеріндегі Мұрғап аңғарын мекендеген еді. Бүгінгі сабағымыз бойынша балалар, алған мәліметтеріңіз өте құнды, сіздер үшін құнды болды деп есептеймін. Енді осы сабақ бойынша алған әсерлеріңіз бойынша рефлексия берсеңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.